Маған көп комментарийлар түсті. Сәуір айында мына Россияға қосылатын референдум болады екен, сол шешіледі екен, ассамблея сол вопросты көтеріп жатыр екен деп сұрақты. Соған не дейсіз деп. Мен былай айтам. Қазақ бәріне шыдайды. Азық-түлік қымбаттаса шыдайды. Киімдер қымбаттап жатса шыдайды. Бензин сәл қымбаттап жатса шыдайды. Референдум жасап, мына конституция неше түрлі өзгерістер кіргізіп жатса өздеріне керек. Оған да шыдайды. Халықтың елдің ішінде болатын нәрсе ол. Бірақ референдум жасап, тағы да Россияға қосыламыз, соларға құл боламыз, бодан боламыз дейтін болатын болса, мен сіздер айтам, 100% сенімдімін. Халық бір-ақ күнде бұрқ етіп көтеріледі. Осы референдум жасаймыз деп, біздің тәуелсіздікке, мемлекетке қауіп төндіріп жүрген адамдар, Россия қосылып жүрген адамдар кіретін тесік таба алмай қалады. Ешқайда қашып үлгермейді. Ондай болатын болса, халық қазір ашынған, ашулы, қазір көтерілетін болатын болса, қолында қару алып, кешегі қаңтар айындағы қырғын ойыншық болып қалады. Сондықтан оған жол бермеуіміз керек. Ондай қырғынның қажеті жоқ бізге. Болмау керек ондай референдум. Егер де ондай референдум біреулер істейтін болатын болса, кім болсын, билік болсын, ассамблея болсын, олар халықтың алдында жауап береді. Осы әрекеттер үшін. Сондықтан ешқандай референдум болмайды деп ойлаймын. Аллах тағала бізге тәуелсіздікті не үшін берді? 100 жылдан аса біздің ата-бабаларымыз соғысты. Орысқа бодан болмаймыз деп, Россияға бодан болмаймыз деп қанша қырылды. Қолындағы найзасымен, қаруымен, шоқпарымен зеңбіректерге қарсы шықты. Қанша қырылды. Жасына, кәрісіне қалмай түгелін қырып тастады. Миллионда біз қырылдық, аштықта да қырылдық. Мына большевик кезінде қанша көтерілістер болды. Үкіметке қарсы, большевиктерге қарсы түгелін қырып тастады ғой, пулеметті қойып тұрып. Солардың қандары біздің мойнымызда болады. Солардың аруақтары атады бізді. Сондықтан біз тәуелсіздіктен айырылмауымыз керек. Міне, ұйғыр бауырларымыз, басқа көрд бауырларымыз, қанша шешендер барлығы қанша қырылды осы бостандық үшін, тәуелсіздік үшін. Егер де міне мысалына ұйғырларға сол тәуелсіздікті Алла тағала берсінші, гүлдеген мемлекет, жайнап тұрған мемлекет құрып алады. Ұйғырлар. Содан айырылмай тәуелсіздіктен, қасық қаны қалғанша қорғайтын болады сол тәуелсіздіктерін. Бізде де солай болады. Қазақ момын халық, но ашуына тиіп керегі жоқ. Әзір қолымыз жеткен тәуелсіздіктен қазақ айырылмайды. Мен оған сенімдімін. Кім болсын, 99% қазақ қолына қару алып тәуелсіздігін қорғайды. Мен де қолыма қару аламын. Егер де тәуелсіздікке, мемлекетке, егемендігімізге қауіп төнетін болатын болса.